Түркістан облысы Түлкібас ауданында Жабағылы ауылы бар. Ауыл Батыс Тянь-Шань, Талас Алатауының бөктеріне қоныс тепкен. Айналасын тау қоршаған шағын ғана елді мекен Ақсу Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығының жанында орналасқан. Біздің ауылымыз ертеректе Новониколаевка деп аталған. 1986 жылы 3 қабатты ғимарат қолданысқа беріліп, қазіргі мектебіміздің атауы Әлия Молдағұлова атындағы жалпы орта мектебі деп аталады. Мектебімізде 476 оқушы білім алады. Осы оқушыларымызға 57 педагог қызметкер дәріс беріп келеді. Әлия Молдағұлова атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Гүлнұр Қойлыбаеваның есімі аудан, облысқан емес, республикаға танылып үлгерді. Карантин кезінде ақпараттық коммуникациялық технологияны жетік меңгеріп, медиа ұстаз атанды. Елімізде орын алған пандемия кезінде мұғалімдерге үлкен жауапкершілік артты. Яғни, біз оқушыларды қалай сабақ береміз? Онлайн кезінде оқушыларға бейне сабақты қалай үйретеміз? Қандай сервистер арқылы сабақ өтеміз деген әр мұғалімнің көкейінде тұрды. Осы бағытта мен әлеуметтік желіден түрлі курстарды көрдім. Ол онлайн педагог курсы, жалпы бейне сабақ түсіру курсы және мұғалімнің ұстаз ретінде жеке брендін қалыптастыру, интерактивті сервистерді тиімді пайдалану. Бүгінгі біздің сіздермен өтетін курсымыздың бағдарламасымен таныстыра өтсем, біз сіздермен бір апта бойы Google өнімдері, кішкене ұстаздар қарапайым Google аккаунт ашуды да меңгермеген жағдайлар кездесіп жатты. Осы бағытта бізге қажеттілік туындады. Онлайн педагог марафонында біз бір апта алғашқыда марафонын өттік. Марафонда біз қарапайым Google аккаунт ашудан бастадық. Google аккаунт ашу, Gmail почта ашу, почтаға хатты салу қарапайым, хатты алу, YouTube канал ашу. YouTube каналды ашып қана қоймай, ол каналды дамыту, ұстаз ретінде дамыту, түрлі бейне сабақтарды каналымызға салуды, камера алдында бейне сабақ түсіруді, Google формада тест құрастыруды, сауалнама құрастыруды, оны оқушыларға тиімділігін ата-аналармен байланысты, яғни біздің акты құзыреттілігіміз арта бастады. Біздің қызығушылығымызды арта бастады. Карантин кезінде өзінің шығармашылығын шыңдаған ұстаз. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды меңгеріп, өз бетінше ізденіп, онлайн сабақ беруді, осы балаларға тәрбие білім беруде қазіргі жаңа технологиялардың тетігін таба білген ұстаз. Осы еңбегінің нәтижесінде қазіргі таңда медиа ұстаз атанып отыр. Гүлнұр Жаңабек қызы тек өзі үйреніп қана қоймай, білгенін әріптестеріне, оқушыларға түсіндіруден еш жалыққан емес. Қазіргі заманның ақпараттық технология тілін жетік меңгерген медиа ұстаз өзінің жеке курстарын да жүргізе бастады. Мұғалімге бірден тиімді ақпарат, біз бұрындар тест алатымыз. Осы бағытта өзімде креативті ұстаз атты 5 күндік марафон жүргіздім. Марафоным сәтті шықты. Өзім әрі маркетолог болдым, әрі таргетолог болдым, әрі копирайтер болдым. Контент планды қалай жүргізу керек. Және Ақтөбе қаласының Назарбаев мектебінің бір ұстазы
Инстаграмды мұғалім ретінде қалай дамыту деген курсын ұсынды. Ол курста бізге қажет болды. Өйткені біз әлеуметтік желінің өзін мұғалім ретінде дамытуды үйрендік. YouTube каналымызды, Facebook парақшамызды, Instagram парақшамызды, тіпті TikTokқа дейін біз ұстаз ретінде аштық. Оны қалай сауатты пайдалану керек, ұстаздарға қажетті контенттерді қалай ұсыну керек, цифрлы ұстаз болу үшін мұғалімге не қажетті, соның барлығын жаңа контент планын құрып, посттың өзінің бірнеше жаңағы түрлері бар екенін меңгердік. Оның барлығы жаңа ұстаздарға, оқушыларға арналды. Ал құрметті ұстаздар, бүгін біз сіздермен өзіміздің медиа ұстаз атты жобамызды бастаймыз. Жалпы әлеуметтік желіні ұстаз ретінде дамытып отырғаннан соң маған түрлі ұсыныстар түсті. Өрлеу біліктілікті арттыру орталығынан тренерім хабарласып, бейне сабақ түсіруді ұсынды. Яғни сіз біздің орталыққа келесіз, біздің арнайы студиямыз бар, сол студияда біз қазақ тілі мен әдебиетінен 8-9 сыныптарға сабақ түсіруіміз қажет деді. Сіз курстар жүргізіп жүрсіз, сабақты қалай жоспарлау керек, қандай сервистерді тиімді пайдалану керек меңгеріп қалдыңыз, сіз біздің студиямызға келіңіз деді. Енді біз ауылда жерде тұрғаннан кейін жаңағы малымыз бар, отбасымыз бар дегендей, мен үйден шығамаймын деп тренеріме түсіндіріп, және өзімнің қолдан жасабаған студиям бар екенін айттым. Хромакей бар, өзімде штативім бар, петличкам бар, интернет бар, ноутбугым бар, телефон ауыстырдым. Яғни мен ол студияға бармай-ақ үйде бейне сабақ түсіріп сіздерге жібере аламын дедім. Және бір үлгісін ұсындым. Ол үлгі ол кісілерге ұнады. Сонымен үйде отырып-ақ мен бірнеше бейне сабақ түсірдік. Ол бейне сабақ бізде жаңағы онлайн уақытында республика бойынша сабақтарымыз таралды. YouTube каналымыздағы жаңағы қаралым көбейді. Сабақтарымыз ол жерде тек қана сабақ ретінде емес, кейін мен YouTube каналды мұғалімге қажетті ресурстармен толықтырдым. Ол жерде курстарымды салдым, өзімнің бейне сабақтарымды салдым, оқушыларды түрлі байқауларға дайындадым. Оқушыларды ғана емес, мектептегі, аудандағы, облыстағы, одан қала берді республикадағы мұғалімдерді түрлі жаңағы педагогикалық идея болсын, ашық сабақ семинарлар болсын, байқауларға осы студияда дайындап, және ол дайындаған оқушыларым да, ұстаздарым да жүлделі орындарға ие болып жатты. Ол маған қанат бітірді десем де болады. Үйге келеді, міне қарапайым ғана үй, осы жерде отырып бір видеоны бір күн түсірген уақыттарымызда болды. Кейіннен жаңағы тәжірибе молая бастады, оқушылар да үйренді, мұғалімдер де үйренді, және әр сабақты жасаған сайын, әр видеоны жасаған сайын, монтаждаған сайын түрлі идеялар келе бастады. Яғни жаңағы YouTube каналымызды байқауларға арнадық. Мұғалімдердің байқауы, оқушылардың байқауы, оқушылардың жаңағы шығармашылыққа ізденісі. Бізде қазір оқуға құштар мектеп жобасы болып жатыр. Сол жоба аясында мұғалімдерді, оқушыларды түрлі мәнерлеп оқуға дайындадық. Және бұл бейне сабақтарымыз, видеоларымыз бір ерекше көрініп, ерекше форматта танылғаннан кейін жақсы оң бағасын алып жатты. Осы жағдайдың барлығы түрлі идеяларға алып келді. Медиа ұстаз ретінде танылуыма жол ашты. Міне осы 2 жылдың ішінде, осы кішкентай ғана ауылда отырсақ та, осына медиа ұстаз жобасының арқасында республика көлемінде танылып отырғанымызға қуаныштымын. Гүлнұр Қойлыбаеваның Әлия Молдағұлова атындағы орта мектепте қызмет атқарып жатқанына биыл 17 жыл. Жамбыл облысында туған Гүлнұр Жаңабек қызы Жабағылы ауылына келін болып түскеннен бастап, осы ауыл мектебінде ұстаздық етіп келеді. Әскери отбасында дүниеге келген Гүлнұрдың бала кездегі арманы ұстаз болу. Мектепте менің өзі үлгі тұтар ұстазым болды. Ол кісі орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Лаура Сәкен қызының сабақ өту тәсілі, өзін өзі ұстауы,
жалпы жүріс тұрысы, киім киісі, ол кісінің сабырлылығы, барлығы бізге үлгі болды. Мен сол 5 сыныпта ол кісі бізге сабақ өтіп бастады, 11 сыныпқа дейін сабақ берді. Және мамандықты таңдаған кезде мен мұғалім боламын деп шештім. Екінші топ жантас, үшінші топ жаңағы тобы отыра қоямыздар. Осы Лаура Нұрмахан қызы сияқты үлгілі ұстаз боламын деген алдыма мақсат қойып, қазір міне 17 жылдан кейін қазір педагог зерттеушімін, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің үлгілі ұстазымын десем де болады. Және осы жобаға байланысты міне медиа ұстаз болып отырғандығым сол кездегі менің балалық арманым деп білемін. Балалық арман ұстаздық жолға аласып, бүгінде Гүлнұр Жаңабек қызы бүкіл республикаға медиа ұстаз ретінде танылып отыр. Мұғалімнің мақтанышы әрине шәкіртінің жетістігі. Гүлнұр Қойлыбаевадан түлеп ұшқан шәкірттер қазір тек Қазақстан ғана емес, әлемдік жоғары оқу орындарында да дәріс алып жүр. Гүлнұр апай бізге 5 сыныптан бастап 11 сыныпқа дейін сабақ берді. Гүлнұр апай менің тіл үйренуге деген қызығушылығымды ашқан болатын. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дей отыра, менің тек ана тілді ғана емес, басқа ұлт өкілдерінің тілдерін де білуді, оларды үйренуге деген қызығушылығымды ашты. Сол себептен мен 1 жыл бойы түрік тілін үйреніп бастадым, алдыма мақсат қойдым. Сол арқылы қазір Түркиядағы Анкара қаласындағы Хаджи Байрам университетіне өзім қалап армандап түскен бизнес факультетіне оқуға түстім. Және осы жетістіктерім үшін, менің осындай деңгейлерге жеткенім үшін Гүлнұр апайға үлкен алғысымды білдіремін. Оқушыларымыз да Гүлнұрды өте жақсы көреді. Оның сабағына бір ерекше ынтамен кіреді. Жас мамандарымыз да осы әдіс алмасу мақсатында Гүлнұр апайымыздың сабағына енсек бола ма деп сұраныс жасап жатады. Мен бүгін өзімнің ұстазым Гүлнұр Жаңабек қызы туралы айтқым келіп тұр. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші. Білім мен тәрбиені бірінші орынға қойған менің ұстазым. Білім беру кезінде тек кітаппен ғана шектелмей, ғаламтордан да ізденіп, бізді жаңашылдыққа баулып, биікке жетелейді. Және мен ұстазым арқылы біз тек біліммен ғана шектелмей, өнермен де көпке танылдық, яғни аудандық, облыстық байқаулардың жүлдегері болып келдік. Және біз биыл 11 сынып болып мектеп түлегін, мектеп табалдырығынан аттағалы отырғандықтан ұстазымыз бізге мамандық таңдаудан өте үлкен септігін тигізді, бізді алға қарай жетеледі. Сол үшін мен өз ұстазыма үлкен алғысымды білдіремін. Біз оқыған кездегі оқушылар мен қазіргі таңдағы оқушылардың арасында алшақтық өте көп, айырмашылық бар. Өйткені қазір Z ұрпақ деп жатамыз. Оқушыларды алдап, қорқытып, үркітіп ұстап отыру қазір мүмкін емес. Оқушыларды бір тақтамен, бір бормен таңғалдыра алмайсың. Заман қазір күнделікті дамып жатқан заман. Оқушылар мұғалімдерден жақсы мына гаджеттерді, компьютерді, телефонның тілін мұғалімдерден жақсы біледі. Сондықтан ұстаздар, мұғалімдер қауымы үнемі үздіксіз дамып отыру керек. Онда оқушыларды ештеңемен таңғалдыру мүмкін емес. Мұғалімнің беретін дүниесін оқушылар телефоннан-ақ үйреніп алады. Сондықтан мұғалім өзінің мұғалім екендігін, оның білімділігін оқушының алдында дәлелдей білу керек. Яғни оқушылар еркін қазір. Ол жаңағы бір орында оларды партада бүйтіп отырғызып қою мүмкін емес қазір. Сондықтан оқушыны біз қызықтыра білуіміз керек. Білімді дұрыс жолда бере білуіміз керек. Ол жолда біз үнемі ізденіс үстінде болуымыз қажет. Медиа ұстаз бүгінде тек оқушыларға ғана емес, өз әріптестеріне де ақпараттық технологияның қыр-сырын үйретіп жүр. Білімдіден не пайда, білген көпке айтпаса.
үйреткеннен не пайда, қайырма қайтпаса деп. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, мен курстағы өзімнің үйренгендерімді тек қана өз тәжірибемде қолданбай, мектептегі жас мамандарға үйретіп, үйренгеніммен бөлісіп, үйрену арқылы үйрете жүріп өзімде үйренудемін. Сол тәжірибемді қазір сіздерге көрсетсем ба деймін. Цифрлы ұстазға айналу. Ол заман талабы. Тәжірибелеріңізбен бөлісіп өтсеңіздер. Көбіне қолданатын өте тиімді телебити бар. Өзіме қатты ұнайды, сабақтарға жиі қолданамын. Өнер фестивалінде облыстық кезеңінде алғыс хатпен оралған. Әріптестердің арасында өзінің жаңашылдығымен, еңбекқорлығымен, әділдігімен, адалдығымен ерекшеленетін Гүлнұр маған тек қана әріптес емес, әрі екеуміз жақын доспыз. Екеуміз отбасымызбен де жақсы араласамыз. Гүлнұрдың заман талабына ілесіп, өзінің қатарластарынан оза шауып, осындай АКТ-ның дамыған салаларын өзі меңгеріп және өзгеге үйретіп жүрген қасиетін өте жоғары бағалаймын. Оның осы қасиетінің өзі айналасындағыларға тек қана көмегім тисе екен деген ақкөңілдігін білдіреді. Қазір ақпарат тасқыны уақыты. Әлеуметтік желіде, ғаламторда отырмайтын бала кемде-кем. Мұны қазіргі заманның сұранысы деп қабылдау керек. Демек, бұл орайда педагогикаға да жаңашылдық қажет. Қазіргі таңда оқушылар қысқа болса да нақты, қызықты ақпаратты алғысы келеді. Қазір байқасаңыздар, мына TikTok-тың заманы, Reels деп жатады. Яғни оқушының барлығы әлеуметтік желіде. Олардан сен телефонды ұстамайсың деп біз қысымда көрсете алмаймыз. Яғни оқушы нені пайдаланады, мұғалім соған қарай бейімделу керек. Сол мақсатта мен өзімде TikTok-тан парақшамды ашып алдым. Ұстаз ретінде оқушыны қызықтыратын қысқа ғана видео болса да салып жатырмын. Қазіргі таңда мен 5 сыныпқа сабақ беремін. 5 сыныптағы оқушыларым менің TikTok-қа жазылып алған. Достарымның барлығы сол 5 сыныптағы өзім сабақ беретін оқушылар. Солардың қысқа ғана сабақтағы бір эпизодтарын, болмаса өзімнің бір сабақ түсіндіріп жатқан бір әдіс тәсілдерімді салып қоям. Олар соны көріп, соған қызығып, өздерінің жобаларын TikTok арқылы қорғағысы келеді олар. Мысалы, біз бүгін Брайлтон сайленде өтсек, оқушыларға бір қысқа ғана бір жоба. Болмаса TikTok-та сендер өздерің бір түсірілім жасаңдар, таныстырылым жасаңдар. Ыбырайдың өлеңдері, Ыбырайдың мәнерлеп оқыңдар, әңгімелерін айтыңдар, өмір баянын айтыңдар десем, олар қызға орындайды. Ал келіп мына жерде өлеңін жаңағы түсіндіріп бер десем, олар зерігеді. Яғни оқушылар неге бейім, соған қарай біз мұғалімде соған қарай төселуіміз керек сияқты. Рас, қазіргі балаларды еш нәрсемен таңғалдыра алмайсың. Гүлнұр Жаңабек қызы сабақ барысында түрлі тәжірибелер жасағанды жақсы көреді. Дәрісті тек сынып бөлмесінде ғана емес, мектептен тыс жерлерде де өткізуді дәстүрге айналдырған. Жабағылы ауылының тұрғындары республикамызға ғана емес, әлемге танымал табиғи қорығымен мақтаналады. Гүлнұр Қойлыбаева оқушыларын қорықтың музейіне жиі ертіп әкеледі. Ал оқушылар, бүгін бізде әдебиет сабағында өлкетану курсы бар, білесіңдер, сол өлкетану курсы аясында мектепте, кабинетте емес, біз көзбе-көз оң қорықтың ішіндегі ең алғаш ашылған біздің өзіміздің ауылымыздың мақтанышы Ақсу Жабағылы табиғи мемлекеттік қорығы өзіміздің ауылымызда бар. Яғни біз көзбе-көз осы жерде өзіміздің ауылымызбен, ауылымыздың тарихымен неге мақтанбасқа? Бізге енді ауылымыздың тарихын, мақтанышын, қызыл кітапқа енген өсімдіктерді, жануарларды бізге Ақсу Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығының директорының орынбасары Шыңғыс Арсланұлы мырза таныстырғалы отыр. Қане? Ең жұртық шамдар бұны пенжен қоңырай олады. Кітапта есті
Алдарыңызда тұрған төбедегілердің сібір тауышкісі. Қорығымыздағы 137 гектар жерді алып жатыр. Ал құрметті оқушылар, біздің мынау Ақсу жабағылы деген сөздің атауының қайдан шыққанын білесіздер ме? Яғни сіздерге айта кетейін, Ақсу жабағылы қорығының атауы біздің мынау қорықтың шекарасындағы Ақсу өзенінен және де мынау Жабағылы өзенінің ортасында орналасқандықтан Ақсу жабағылы атауы осыдан шыққан. Ал жалпылама айтқанда біздің Жабағылы ауылының атауына келетін болсақ, жылқы жасының 1 жасқа дейінгі жаңағы төлін жабағы деп атайды. Қызыл суырлар үнемі Маған көптеген ұсыныстар да келді. Ауылдан істейсің, ауылда өспейсің ғой, қалаға келмейсің ба? Таразға да кел деген ұсыныстар түсті өзімнің төркінімнен. Не бар ол ауылда? Астанадан да, Алматыдан да ұсыныстар түсті. Бірақ ауылым ұнайды. Ауылға келсем мен қалаға, Таразға барсам, болмаса Шымкентке барсам, ауылдан сап тұрамын. Яғни дамимын деген ұстаз осы ауылда отырып-ақ дамитынына көзім жетті. Гүлнұр Қойлыбаева мектепте ұстаз болса, үйде келін, ана, әйел. Жолдасы екеуі саналы ұрпақ тәрбиелеп отырған өнегелі отбасы. Ал кәні, кешкі шайды ішейік. Арқан, балын жайып қойдың ба? Мен де негізі мамандығы мұғалім, қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі. Гүлнұр екеуміз бір университетте оқыдық. Гүлнұрменен бір курс төмен оқыды. Сөйтіп жүріп үйлендік. Үйленгеннен кейін осы жерде мұғалім болып қызмет атқарып жатыр. Құдайдың мұнысына шүкір 3 бала шағам бар, 2 қыз, 1 ұлым бар. Үлкен қызымның аты Диана, серпінді бағдарламасымен Қостанай қаласында қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі. Одан кейін мамандығын оқып жатыр. Екінші қызым Нұрай деген қызым, Нұрхан деген ұлым. Пандемия кезінде курс оқыды Гүлнұр. Сол курсты оқыған бәріміз қолдадық. Сол курста оқылған арқасында жемісін жеп жүр. Мұны қазір бақаласа медиа ұстаз болып танылып жатқан жайы бар. Осындай осы Гүлнұрмен мақтанамын осындай келіншегім барына. Тек қана медиа ұстаз емес, онлайн педагог, мектепте мұғалім ғана емес, үйде де міне осы ауылдың келініміз, өзіміздің кішкене қожалығымыз бар. Менің сиырым, төл басым. Ауылда тұрғаннан кейін осы мал шаруашылығымен де қоса айналысамыз. Осымен қаймақ тартамыз, сүтіміз бар, айранымыз бар, құртымыз бар, әйтеуір сүзбеміз бар. Міне қосымша біздің жұмысымыз. Әйел адам болғаннан кейін барлығына үлгеруге тырысамыз. Біздің күнделікті күйбең тіршілігіміз осы. Ертең жан-жақты тазалап қой енді. Сабақтан келгенде. Мамасының қасында тұрады. Әңгіме айтып, мамасы ет салған кезде.